Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді 20 минутта пешсіз табада қаттама нан дайындайтын боламыз. Кей жерлерде пәтір нан деп те атайды. Осындай қатпарлы болып шығады, өте дәмді болып шығады. Мен ішіне пияз қосып жасадым, өте дәмді болып шықты. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Ең алдыменен ұнымызға ыстық суымызбен илейміз. Ыстық суымызға тұзымызды және де 2,5 қасықтай сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Менің суым ыстық болғандықтан осылай бірінші қасықпен араластырып алдым. Содан соң қамырымызды жақсылап июі қанғанша илейтін боламыз. Осылай илеп болған соң кішкене 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін жуамызды турап аламыз, яғни пиязымызды турап, ішіне тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл салмасына осылай жасаймыз, өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Содан соң майымызды ертіп аламыз. Ол жері менде түспей қалыпты. Неке қамырымызды бөліп алдық. 4 бөлікке бөліп жасадым мен. Сіздер өздеріңіздің табағыңызға қарай бөлсеңіздер болады. Осылай 4 бөлікке бөліп, жақсылап қамырымызды жайып алатын боламыз. Содан соң ертілген сары майымызды құйып, немесе сұйық май құйсаңыздар да болады. Осылай қолымызбен жағып шығамыз. Қолмен жаққан ыңғайлы, қамырымызға жақсы сіңеді. Содан соң ішіне жуамызды салып, рулет тәрізді қылып орап алатын боламыз. Енді табамызды қыздыртып, бір қасықтай үлкен қасықпен сұйық май құйып, осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Қақпағын жауып қойып, қақпағы буласқан кезде құрғақ майлығымызбенен сүртіп аламыз да, қайтадан қақпағын жауып тұрамыз. Осылай мінекей беті буласады қақпағымыздың. Сүртіп, қайтадан қақпағын жауып қоямыз. Менде шамамен 5 минутта, 7 минутта пісті. Енді осылай екінші жағын аударамыз. Өте дәмді қызарып шықты. Мінекей нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, асығып тұрған кезде, ыстық нан жегіңіз келген кезде осылай жасасаңыздар болады. Пешсіз дайындалады. Табада осылай тәтті нан жасап жесеңіздер де болады. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.